Hayırlı күн, құрметті көрермендер. Бәйтерек холдингінің ресми арнасының эфирінде сіздермен қауышқаныма қуаныштымын. Сондай-ақ сіздермен соңғы жаңалықтармен бөліскім келеді. Қазақстан Республикасы президентінің Италия Республикасына ресми сапары барысында Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымдары Италиямен экспорт және инвестициялар саласындағы стратегиялық әріптестікті нығайтуға бағытталған бірқатар негізгі құжаттарға қол қойды. Қазақ экспорттық сақтандыру компаниясы және Қазақстанның даму банкі сияқты холдингтің еншілес компаниялары арасында өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қою, шикізаттық емес экспортты кеңейту және экономиканың түрлі секторларындағы жобаларды қолдау үшін жаңа перспективалар ашады. Қазақстанның даму банкі Түркістан облысында каустикалық сода және кальций карбиді өндірумен байланысты инвестициялық жобаға қаржыландыру ұсынылатынын жариялады. Бұл қадам жобаны іске асырудың түрлі кезеңдерінде жаңа жұмыс орындарының едәуір санын ашып қана қоймай, осы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі үлес қосады. Соңғысы, бірақ маңыздылығы жағынан кем емес жаңалық. 2024 жылғы 1 ақпаннан бастап ақыл білім беру жинақтау депозитін ашу қолжетімді болады. Бұл өнім Қазақстан Республикасының азаматтарына өздері үшін де, өз балалары үшін де білім алуға жинақ жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған. Сыйақы мөлшерлемелері 3 жыл кезеңіне жылдық 12 және 5 жыл кезеңіне жылдық 9-5 құрайды. Біздің әлеуметтік желі парақтарымыздан жаңалықтарды қадағалаңыздар. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Сіздерді келесі эфирде күтеміз.